Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімемізді тыңдап, көпшілікке ой салар деген ойдамыз. Өз ақыл кеңестеріңізді айта кетіңіздер. Мен 18 жастағы қызбын, бірақ өзімнен үлкен отбасылы жігітпен жүремін. Былайша айтқанда, любовницасымын. Өзім білем, оның әйел бала шағасы бар екенін. Іштей оны қызғанам. Пәктігімді де сол үшін бердім. Күнде сыйлықтар, гүлдер сыйлайды. Әйелін сұрасам, 2 қызы бар, әбіржіп кеткен, быт-тиіп семіріп алды. Оған мүлдем қарағым келмейді дейді. Маған арық сұлу қыздар ұнайды дейді. Жылда жаңа шыққан iPhone алып береді. Қазір аяғым ауыр, 6 ай болып қалдым. Ұл бала деп естігеніне қуанып жүр. Екінші әйел болып тиюге де көніп жатырмын. Үй іші білмейді, не істесем болады, не айтсам болады. Ал әйелінен қалай құтылсам болады? Шынында да әйелі быт-тиіп семіріп өзіне қарамайды. Күйеуі измена жасап жүрсе де бәрін біліп көніп жүр. Әйелін аяймын. Енді маған ақыл кеңестеріңізді айта кетсеңіздер.